Ерлан Жаханұлы, қадірлі әріптестер. Бюджет қандай болу керек? Мемлекеттік бюджет адал, әділ және ашық болуы тиіс. Бұл менің сөзім емес, бұл президенттің сөзі. Нақты тапсырмасы. Осы ретте бюджет 650 мың кезекте тұрған үйсіз халықтың, 2,5 миллион жан бағып жүрген күйсіз жұрттың, 1 миллион жұмыссыз жанның, 7,5 миллион ауыл тұрғындарының мәселесін шешуі керек еді. Десе де инфляцияның тоқтамауы, қымбатшылық мәселесі, жастар арасындағы жұмыссыздық, мәміш жүйесінің реттелмеуі, 3 ауысымдық мектептер мәселесі, лайықты жалақы және тас жолдарды уақытылы салу проблемасы елімізде жетерлік. Осы ретте халықты баспанамен қамтамасыз ету мәселесі шешімін таппай отыр бюджетте. Қазір бірде-бір мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы қалмады. Өзін әлеуметтік мемлекет деп таныған ел үшін бұл нонсенс. Дәл бүгін үй кезегінде 650 мың адам тұр. Бұл дегеніміз шамамен 2 миллион отбасының мүшелері пәтер жалдап жүр деген сөз. Оның ішінде олардың 3-тен 1-інің қаржы жинау мүмкіндігі мүлдем жоқ. Яғни тапқан табыстары тамағынан артылмайды. Жылына 9 мыңға жетер-жетпес қана әлеуметтік бағыттағы үй салынады. Ал бір жылда кезекке 50 мың адам тұрады. Бұл қандай саясат, бұл нендей менеджмент. Расында да үй болмай, күй болмас. Бұл бір. Екіншіден, бөлінген қаражаттың уақытылы игерілмеуі көбіске қолбайлау болып отыр. Бұған бір ғана мектеп мәселесін мысалға келтірсек жеткілікті. Мәселен, бюджеттен 2023 жыл мектептердің құрылысына бөлінген қаражаттың көлемі 164 миллиард теңге болса, оның тек 37% ғана игерілген. Бұл үлкен проблема. Үшіншіден, жыр болған мемлекеттік сатып алудың тағы бір олқы тұсы. Бюджеттен ақша бөлеміз, ал қажетті жұмыстар басталмайды, нысан салынбайды. Бірін-бірін сотқа сүйреген компаниялардың жеке мүддесі мен ренішінен әлеуметтік нысандар тоқтап қалуда. Бұл іс кемінде 3-4 ай қарастырылады. Соңында жоба құны қымбаттайды, нысан уақытылы салынбайды, көбінде шағым дәйексіз болады. Сондықтан заңнамада негізсіз шағымданушылардың да жауапкершілігін қарастыратын уақыт жетті деп есептейміз. Шағым расталмаса, ондай компанияға айыппұл салынуы тиіс. Сонда талапкер сотқа берерден шағым жазардан бұрын ойланатын болады. Төртіншіден, инфляция ауыздықталмай қымбатшылық өршіп барады. Бұл өз кезегінде ел азаматтарының әл-ауқатының төмендеуіне әкеліп соғып жатыр. Халық тапқан таянғанының жартысының көбісін азық-түлікке жұмсауға мәжбүр. Бізді қалыптасқан осы жағдайдың өзгермей отырғаны алаңдатады. Бұл ретте үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болып отыр. Оған дәлел 5-ден халықтың несие алу деңгейі өте жоғары. Мысалы, биыл алынған несиенің көлемі 18-де 1 триллион теңгеге жеткен. Бұл бюджетке пара-пар қаражат. Несие алушылар саны 8-де 4 миллион адамды құраса, олардың ішінде 1,5 миллион адам қарызды қайтара алмайтындар қатарында. Бұл көрсеткіш халықтың төлем қабілетінің төмендеп кеткенінің айқын дәлелі. Яғни халқымыз бір қарызды екінші қарызбен жауып жүр. Ендігі мәселе ұлттық қорға сенім артқан үкімет. Әріптестер, мемлекет басшысының өзі бірнеше рет ұлттық қорға қол созуда, оған сенім артуды қою керектігін дөп басып айтты. Сол үшін ұлттық қор балаларға жобасы арнайы енгізілді. Енді бұл қорды 6,5 миллион баланың ата-анасы бізбен бірге қадағалайтын болады. Бұдан былай ол жақтан триллиондарды емес, миллиондарды алудың өзі оңайға соқпайды. Сондықтан ендігі кезекте ішкі ресурстарға сүйенуге, заңсыз иемденген қаражаттарды тезірек қайтаруға және қолда бар қаражатты аса қырағылық пен тиімді пайдалануға күш салу қажет. 7. Бюджеттік дефицит пен қарыздарымыз алқымыздан алып тұр. Ел болып табатынымыз 16,5 триллион, ал жұмсайтынымыз 24 триллион. Яғни 30% қарыздан қордан құралады. Бұл өте қауіпті құбылыс. Яғни қаржылық баланс жоқ. Сондай-ақ 2026 жылы бюджеттің нақты 3,5 триллион теңгесі қарызды жабуға жұмсалатын болады. Бұл өте қауіпті. Етек жеңімізді жинайтын уақыт пісіп жетілді деп есептейміз. Көрпемізге қарай көсіліп, келер ұрпақтың қарызын азайтудың қамын ойлайық. Құрметті депутаттар, рас, сыртқы саясаттағы санкциялардың күшеюі, әлемдегі инфляцияның тұрақтамауы біздің де экономикамызға кері әсерін тигізуде. Бюджетті пысықтау оңай болған жоқ. 2 ай бойы аманат фракциясы қарқынды қызу жұмыс атқарды. Біздің фракция 1 триллионнан астам ескертулерді ұсынып рекорд жасады. Бюджет бойынша 2-де 4 триллион теңгені мемлекеттік органдар арасында қайта қарастырдық. Аймақтарға 1,5 триллион теңгеден астам қаржы қосымша үйлестірілді. Елді мекендерге аманаттық депутаттардың атынан 32 миллиард, сондай-ақ ауыз суға 10 миллиард, ауыл ел бесігі жобасына 46 миллиард теңге қарастырылды. Бұл жобалардың әрқайсысының артында фракция депутаттарының тыңғылықты жұмысы тұр. Ең негізгісі 2024 жылдың өзіне Аманат партиясының халықпен бірге сайлау алды бағдарламасын орындауға бюджеттен 5-те 5 триллион теңге нақты қарастырылды.
Аталған мәселелер сіздердің біліктіліктеріңіз бен табандылықтарыңыздың көрсеткіші деп мен есептеймін, депутаттар. Иә, біз сынаймыз, өзгеру үшін, қоғамдағы түйткілді мәселелерді өзгерту үшін айтамыз. Ашынғаннан емес, жанымыздың ашығаннан айтамыз. Құрметті Әлихан Асханұлы, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 5 жылда жалпы ішкі өнімді 2 есеге, яғни экономикамызды 450 миллиард долларға жеткіземіз деген ауқымды мақсат қойғаны белгілі. Осы арқылы үлкен тәуекелге барғалы отырмыз. Жай тәуекел емес, нар тәуекел. Сондықтан ортақ мақсат жолында барлығымыз жұдырықтай жұмылып, бір кісіде атсалысуымыз керек. Ол үшін бюджеттік процесс тоқтаусыз жұмыс жасауы тиіс деп есептейміз. Осы ретте тұтастай алғанда ұсынылып отырған бюджет жобасы мемлекет басшысы қойған міндеттерге сай келеді деп біз есептейміз. Негізгі бағыттар қамтылған. Осыны ескере отырып, фракция атынан бірге нақтыланған бюджетті қолдаймыз және әріптестерді қолдауға шақырамыз. Рахмет.